Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Каналға қош келдіңіздер. Бүгін менде жаңа рубрика. Мен үйді қалай жинаймын, үйдің ішінде қалай жұмыс жасаймын, соны көрсететін боламын. Дауысым жақсы естілсін деп микрофонды жерге қыстырып қойдым. Қараңыз, балапан қарашы. Ұйқысынан тұрды, мен аздап шашымды жуып алдым. Қазір мен үйде жүрген кезде негізі боянбаймын, тек қана қасымды ғана жөндеп қоямын, болды. Басқа ештеңе істемеймін. Балапан кашасын жеп алып, жатқан жатыстан НТК каналынан қазір мультик болып жатыр, соны көріп отыр. Балапан, үлкен ұлымыз ұйықтап жатыр мабас. Ол да тұрғызу керек, тамағын бергеннен кейін сабағын қарату керек, ертең сабақ. Балапанда ертең садик, жаным. Бәрі сәлем де, Шаликаш. Сәлем де, жаным. Ал бүгін мама сенің қалай уборка жасайды, қалай бәрін жинайды, және де елканы да жинап тастау керек. Бізде уже елканың түрі страшно болып кетті. Бір адамдар быт-шытын шығарды, ойыншықтарын бәрін ойнап тастады, ойнап тастады, жаным, әне өзі айтып жатыр. Ал кеттік достар. Неке достар, мен шашымды буып алдым. Қазір барамыз, бірінші спальняға кіреміз. Спальняның ішін жинау керек. Сосын кейін кухня, потом зал.
Достар, біз залға кіреміз. Зал бізде шашылып жатыр, мән бермеңіздер. Не біздің елканың түрін қараңыздар қандай. Уже бачат болып қалды. Ойыншықтарын талай сынды ғой, достар, қараңыздар. Бәрін сындырып тастады бір адам. Көрдіңіздер ме, қандай әдемі ойыншықтар болған. Болды, ештеңеге жарамайды бұл ойыншықтар. Бұл менің камин жолдасымыз екеуміз жасағанбыз. Және мына жақта бізде әдемі, қараңыздар, суреттер бар. Үйдің бәр жерінде бізде сурет. Бүгін елканы жинап тастаймыз. Столда ұсақ түйек, сол залдың, біз осындай зал, және де жергіліктің бәрі ойыншық. Және де қараңыздар, бізде әдемі, қараңыздар, бауырым терезеге осындай әдемі қарлар, түрлі түсті қарлар жабыстырып қойған. Өте әдемі настроение береді. Және де менің болсатыным, менің видеолар, әдемі видеолар шығаратын осы менің штативпен кольцевая лампа. Осының арқасында талай видеоларды қазір түсіріп жүрмін. Жер көктің бәрі жерде тиын. Қараңыздар. Тиындар жинап алып жүрмейді ішінен. Кішкентай тиынмен ойнағанды жақсы көреді. Достар, мен полдарды сыпырып алдым. Қазір үйде пищевая пленка жоқ екен. Ойыншықтарын бір бөлек жинап алам. Елканы пищевая пленкаға орап, лоджияға шығарып қоямыз. Бізде лоджия өте үлкен, уже диван тұр, керексіз заттың бәрі сол жақта. Осы елканы келесі жылға жинап қоямыз. Және де биыл менде қызыл түсті ойыншықтар болды. Келесі жыл басқандай түсті ойыншықтар болады. Және де бұның тең жарысшысы сынып қалды. Адамдар ойнап сады, елканы қараңыздар қалай қисайтып саған.
Сол. Мен уже үй жинап жатырмын, қараңыздар. Уже шашылып жатыр. Жинайсың, шашылады. Күніне неше рет жинаймын. Балапан, Алинұр балапан, неге сен шашасың үйді? Айты привет. Мансұр, сәлем де. Мансұр жаңа тамағын ішіп алды, кашасын жеп алды. Міне бізде осылай ойыншық ойнаймыз. Қазір жергіліктің бәрі ойыншық болады уже. Неке достар, біз ас бөлмеге кірдік. Бізде ас бөлме осында кішкентай жоқ ас бөлме. Мына жақта кухонный гарнитур. Мына жақта біздің дастархан шай ішетініміз болды. Қазір осы жердің бәрін уборкасын жасаймын. Жаңа біз шай іштік, каша жедік. Мына жақта ыдыс-аяқтар жиналып қалды. Қазір осы ыдыс-аяқтарды жинаймыз. Достар, мен сіздерге айтайын дегенім, мені қатты сынамаңыздар, үйлеріңіз қандай страшный деген сияқты. Кухня әдемі болсын деп осында әдемі обой жабыстырдық. Өйткені бұл кухняда қай гүл, мак деген гүлдің қып-қызыл мак деген ядовитый болды обой. Сол үшін біз мынандай кухняға сәйкестендірген, және де өзім кондитер болғандықтан осындай әдемі обой жабыстырайық деп шештік. Өйткені үйді өзімізше жаңалағымыз келеді, әдемі уютна тұрғын келеді үйсіз алғаша. Но мына нелердің барлығын өзім краскілеп шықтым, өйткені өте ескі үй бұл. Сондықтан мен кухнядағы орындықтарды, осы терезені және де паровойдың барлығын өзім ақ краскімен краскілеп шықтым, өйткені өте ескі. Бірақ бұл үйде бір жақсы не бар? Леноним бар, сол және де менің пешім, духовкам. Қазір бүгін барлығын жуатын боламын. Сол іске сәт. Достар, мен шымылдықты жауып тастадым, өйткені күн түсіп тұр бүгін. Және де сіздерге комнатаны дұрыс көрінбейді екен, сол үшін мен терезені штормен жауып тастадым, свет жағып қойдым. Енді более-менее көрінеді, өйткені күн түсіп тұрған кезде көзді ауыртады екен. Егер де сіздер көретін болсаңыздар осы блокты, вообще көруге невозможно. Өйткені кухня өте кішкентай, қай ракурстан түсірерімді білген жоқпын. Не өсіп қойдым.
Неке достар, уже бірталай жұмысты бітіріп тастадым. Холодильникті жудым, жақтарын барлығын жудым. Холодильниктің ішінде полкаларын барлығын жуып шықтым. Қазір үйдің полдарын сүртеміз. Үйдің полын точнее мен сүртемін. Одан кейін далаға шығамыз, азда продукт аламыз, балалармен кете ойнап қайтамыз. Сосын кейін кешкі тамақ бар. Өсіп менің демалыс уақыттарым өсіп өтеді. Және де достар, ренжімеңіздер, менің мұрным бітіп тұр, өйткені бізде Өскеменде выброс болды ма, мұрным қатты өтел қалды. Бәрімізде жұмыстағыларда адамдардың барлығы мұрны бітіп. Сол бүгін мұрныммен сөйлеп тұрмын. Және де достар, видеоны ренжімеңіздер, жиі түсіре алмаймын, өйткені мен жұмыстамын. Одан кейін бос уақытымда осы уборка, балалардың сабағы бар деген сияқты, сол көп уақытым соған кетеді. Арасында уақытты тауып, 1 сағат, 2 сағат уақыт тауып, тез рецепттер түсіруге тырысамын, және де оны монтировать қанша уақыт кетеді. Сондықтан да достар, мені түсініңіздер, одан маған каналыма тіркеліңіздер. Менің каналымды 82% подпискасы көріп жатыр екенсіздер. Достар, сіздерге қиын болмаса, подписаться деген қызыл кнопканы басыңыздар, қасында қоңырауды бассаңыздар, сіз ең бірінші болып мен видеомды көретін боласыз. Қиын болмаса, менің каналыма тіркеліңіздер, сұрақтарыңызды қойыңыздар, және де қандай келесіде қандай видеолар көргілеріңіз келеді, соны міндетті түрде жазыңыздар. Достарыңызбен видеоны бөлісіңіздер. Қазақ каналын дамытайық, достар. Болды. Ары қарай жұмыс жасаймын. Қараңыздар. Бір адам холодильникті жақсы көреді, холодильникті жиіге башады. Ішінде тәтті дүниелерді алып жей береді сосын. Достар, қараңыздар, мен кухняны жинап болдым. Залға келдім, залда мынандай көрініс тұр. Бір адам шашып тастаған, түк болмағандай мультик көріп отыр. Айнұр, ойыншықтардың бәрін сен шаштың ба? Жоқты қойып. Қараңыздаршы. Жергілікті біз өстіп ойнаймыз ойыншықты. Достар, мен обед жасап жатырмын. Кеш болса да, мына жерде жайған рожкиді суға пісіріп жатырмын. Сосиска, осындай сиыр етіне жазылған, халал. Осы сосисканы алып жеп көрдік. Бізге вообще ұнап қалды. Келесі айда тағы да алатын боламын. Неке достар, обед уже дайын. Үлкен ұлыма және маған, және кішкентайға 2 сосиска. Бізге ас болсын, ары қарай тамақтанамыз, одан кейін ары қарай жұмыстарымызды жасаймыз.
Неке достар, уборка жасап болдым, аздап шарша кеттім. Кір жуу ғана қалды, бірақ кірді жуғанды көрсетпей қояйын деп тұрмын, өйткені видео ұзақ болып кететін сияқты, сіздерді жалықтырып жіберемін. Сол үшін келесі видеода түсіретін боламын, қалай кір жуғанымды, киімі тіктеген жақты бөлек көрсететін боламын. Және де қандай тамақты тағамдар жасаймын жағдайында соларды басқа бір күні түсіретін боламын. Егер де достар, сіздер қаласаңыздар, жұмасына бір рет өстіп видео мотивация, уборка жасап отыратын боламын. Сіздер астына міндетті түрде жазыңыздар, сіздерге ұнай ма осындай форматта түсірейін бе, және де сұрақтарыңызды қойыңыздар, қызықты міндетті түрде сұрақтарыңызға жауап жазатын боламын. Қазір уже мен қазан қойып, ет сақ қойдым, қазір тамақ істейтін боламын. Жолдасым жұмыстан келіп қойды. Ол кісі мен көп видео түсіріп, сотқы ұстап жүргенді ұнатпайды, сол үшін видеомды аяқтаймын. Достар, каналға тіркеліңіздер, және де менің каналымды 82% достар подпискасыз көресіздер. Достар, егер де сіздерге қиын болмаса, видеоның астында подписаться деген кнопка бар, соны басыңыздар, және де қасында тұрған қоңыраудың суретін бассаңыздар, ең алғашқы менің шыққан видеомды сіз бірінші болып көретін боласыз. Достар, каналға тіркеліңіздер, лайктарыңызды аямай басыңыздар. Сіздер лайк қойған сайын, видеомды көрген сайын, күшті комментарий жазған сайын, менде сіздерге деген видео түсіру мотивациям ұлғаяды. Сол үшін достар, мені қолдаңыздар, және де достарыңызбен осы видеоларды бөлісіңіздер. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.